Енген аңдар мен адамдар. Голощекин масайрады зұлымдық пен мастықтан. Сатқын мүдде қиындастырылғандықтан, әрі қолдан ұйымдастырылғандықтан 4 миллион 100 мың қазақ қырылды тек аштықтан. Сол 4 миллион 100 мың қазақ тірі тұрса нетерек. Сорлаған айданқымыздың, жалпы саны халқымыздың онда 40 миллионнан да жоғары өрлеп кетермеді. Тіл мен рухтан зардап шекпес дара елдікке жетермек. Санамызға сорса бөктем, ұлтымызды бейшереткен, дәл қазіргі мәңгүрттіктің салмағын кім көтермек? Залым ойлар мәңгүрттікті ұлтқа қақты сынағып, сол мұңлыстың мазмұнына дара назар бұралық. Жасы едәуір ұлғайса да басылмаған арыны, Таиландтағы бір қаланың зор атақты ғалымы шуақ ойнап ерінінде ертіп барды мені бірде Шри-Раша деген үлкен хайуанаттар паркіне. Даралықсыз, жаңалықсыз тіршіліктің парқіне. Төрде Бенгал жолбарысы жанар өткір оттан да шошқа менен бірге жатыр, ұқсап бақыт тапқанға. Мені апарған әлгі ғалым алғыр екен арасында. Тұрып кепті жолбарысты барлау, зерттеу басында. Зұлымдыққа болған нұсқа, төді тұрған жолбарысқа мынадай бір таңға жайып тәжірибе жасапты. Аңды мәңгүрт ету жолы айлалы істен басапты. Шошқа сүтті аң біткеннің қарсылығын жоятын, тіпті ашушаң арыстанды бейбітшіл қып қоятын, синтаксин деп аталатын улы затқа бай екен. Көп ішкізсең, жолбарыс та моп-момақан қой екен. Жол ашып зор таңданысқа, алғалымдар аналық жолбарысқа сүт үйесі шошқалардың торайларын емізген. Сонда оған да көне берген, қайсарлығы өлі берген, сөйтіп оңай ажыраған өр табиғи негізден. Торда туып, тіршілігін тор ішінен бастаған жолбарысты сынау үшін орманға кеп тастаған. Ылғи қолдан тамақ ішіп, ылғи дайын ет жеген, бір ретте аң қуалап, маңдай терін төкпеген нән жолбарыс өзге аңдарға мүлде мойын созбапты. Нулы орманда 3 күн жүріп, аштан өле жазапты. Бірде қоян шыға келсе, қалың бұта ішінен, әлгі сорлы адасқандай жігерінен күшінен қорқып қаша жөнеліпті. Мінез билеп әңгүртпе, міне осылай өр жолбарыс айналыпты мәңгүртке. Ұлтсыздану 3 ғасырлық жолдан өтті ирелең. Сондықтан да елімізді орыс тілі билеген. Егемендік алдық дедік, арманға қол салдық дедік, ұлт тізгінін баяғыша орыс тілі сүйреген. Жұрт көбейді ана тілін менсінбеген, сүйбеген, және оның мұңзарына мүлде жаны күймеген. Басшыларды мақтан тұттық, тілге басын емеген. Олар барда тілді қорғау, ортақ ұлттық мұңды қолдау, құдық қазу секілді бір абыройсыз іс инемен. Қанша қазақ үлкен билік айдынында өрледі. Өзі қазақ бола тұра, ұлттан қызмет ала тұра, әлгілердің бір перзенті қазақ мектеп көрмеді. Тілін, рухын шама шарқы келгенінше жерледі. Мұндай шақта халқымыздан қашар ырыс, қашар құт. Мәңгүрттенген жолбарыстан әлгілердің несі артық? Адам түгіл аң мінезін мүмкін боп тұр тойтару. Тілін, рухын сыйламайтын, оған уақытын қинамайтын мәңгүрттерді мүмкін бенді арнасына қайтару. Я оларды қайтаруға дел сал күйден әңгөдек, тіл білмесе мемлекеттік қызметке алмайтын, елдік ұлттық пайым сенім биігінде самғайтын, Ресейдің заңын ұқсас, қатал қайсар заң керек. Сонда әр адам айқын танып ұлттық мақсат есігін, қордаланған тілдік мүдде табар қақ шешімін.